Армысыз құрметті көрермен, арнамыздың тікелей эфирінде футзалдан Қазақстан чемпионаты. Бұл 22-ші тур Аят арена спорт кешенінде өтетін Аят және Ордабасы арасындағы кездесу. Кеше ғана екі команда жолықты. 21-ші тур аясында кездесу өткізді. Ол ойында Аят командасы 7-5 есебімен жеңіске жетті. Жозе Алесио Ордабасы командасының бас бапкері. Ендеше 22-ші турдағы Аят Ордабасы арасындағы матч басталды. Рудный қаласындағы Аят арена спорт кешені. Мәселелер болды. Қазір есеп ашылған жоқ. Біздің ойында Аят Ордабасы кездесу өткізуде. Валиулин және гол! Есеп 1-0. Азат Валиулин, команданың капитаны. Қақпада Бандарев, Маринкович, Шушу және Графский. Графский бүгін Аят сапындағы екінші кездесуін өткізуде. Және бұл жерде есеп теңесті, құрметті көрермен. Нұрсұлтан Пиалы байқатпай гол соғып жіберді. Қазір Ордабасының капитаны, құрметті көрермен. Өте әдемі гол. Бірінші таймның тура жартысына келіп жеттік. Есеп 1-1. Азат Валиулин 4-ші минутта есеп ашты. Қазір және гол! 2-1, құрметті көрермен. Иван Марахов. 18-ші нөмірлі Аяттың ойыншысы. Қарымта жылдам шабуылда гол соғып кетті. 2-1 қайтадан Аят алды. Пас Валиулин, қандай соққы! Руслан Валиулиннің сол аяқпен тепкен добы жақтау бұрышқа тиді. Одан кейін бұл жерде сол қанатқа қарай Кокиньо және гол! 2-2, құрметті көрермен. 17-ші минутта Ордабасы командасы есепті теңестірді. Кешегі матчта есеп ашқан Кокиньо. Кокиньо ортаға ойысты. Кокиньо өзі тепті және гол! Есеп 3-2. Кокиньо дубльдің авторы. Ордабасы бүгінгі ойында бірінші рет есепте алға шықты, құрметті көрермен. Бандарев қалайша жіберіп алды бұл соққыны, туры аяғының астындағы доп қой. Леандерсон артқа соққы және 2 соққыны қатарынан қайтарды Иван Белимов. Жарап тұр. ЖЖ. Қарсы шабуылда Ордабасы, Фалькао және топ қақпадан қиыс кетті. Қашан 5-ші ойыншысын қосар екен ойынға және Өмірбаевтың аяғына тиіп барып топ бағытын өзгертті. Және екі ойыншы қақтығысты бір-бірімен. Және қандай сәт! Қандай мүмкіндік! Қазір 4-2 қылатын мүмкіндік болды Ордабасыда, бірақ Дмитрий Бандарев. Графскийдің алдан өтем деген іс-әрекеті жүзеге аспады. Нұрсұлтан Пиалы тез соққы жасау керек. Пиалы және Антон Риндин. Қабылбаев. Нұрсұлтан Пиалы сәл кешігіп қалды жаңағы бір сәтте. Біздің ойында қонақтар жеңіске жетуде. Фалькао! Доп қалайша қақпаға кірмеді. Қақпа бағанасына тиіп бар сызықтың бойымен. Доп қолға тиді деп есептейді. Қарсы шабуылда Аят командасы. Сағындықов және Иван Белимов. Бірінші, екінші наурызда Семей командасына қонаққа барады. Ал қазір Антон
асығады Аят Сағындықов. Соққы қақпаға. Және тосып алды бұл жерде Бейлимов. Қарсы шабуыл және Бауыржан Өмірбаев. Бос қақпаға гол соға алмады қазір. Осылайша кездесу аяқталды, құрметті көрермен. Аят Ордабасыға жеңілді. Кешегі ойынға реванш алды. Ордабасы 3-2 есебімен жеңіске жетті. Барша шымкенттік жанкүйерлерді бұл жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы ойындарда екі командаға тек қана сәттілік тілейміз. Бұл ойынды жүргізген комментатор Нұрасыл Қамзатұлы. Жеңісті күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.